ел назарындағы жаңалықтармен таныс болыңыздар. Елімізде бір реттік электрондық темекіге тыйым салына ма? Әскерге шақырылған сарбаздардың соғысқа барғаны расталды. Қазақстан Украинаға қандай гуманитарлық көмек көрсетеді? Толығырақ. Басты байлық денсаулық. Елімізде бір реттік электрондық темекіге әзірге тыйым салынбайды. Себебі денсаулық сақтау министрлігі әлі құрамын зерттеп, арнайы техникалық регламент әзірлеу үстінде. Бірақ шылымның бұл түріне зардап шегіп жатқандар бар деп хабарлайды Хабар 24. Денсаулық сақтау министрлігі электронды темекіге арналған ұлттық тех регламент жобасын дайындап жатыр. Ең сорақысы, темекіні мектеп оқушылары жиі ермек ете бастаған. Тұрғындардың бірі інісі осы вейпті қолданып, өлім аузынан қалғанын айтады. Ал ақшта бұдан қаза тапқандар өте көп. Былтыр күзде де елдегі бір реттік электронды темекіге толық тыйым салу мәселесі талқыланған болатын. Ғаламтор парақшасынан. Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Асхат Оразбек Ресей жаһандық желіден ажыратылса, Қазақстанда интернет нашарлауы мүмкін деген сұраққа жауап берді. Қазақстанда интернетке қатысты күрделі проблемалар болмайтынын түсіндік. Қазақстан интернетті тек Ресей арқылы алмайды. Яғни елімізде интернеттің толықтай жабылуы қауіп төндірмейді. Бұл үшін уайымдаудың қажет жоқ, деді Оразбек. Қытаймен қарым-қатынас бізге Еуропадан барлық трафик алуға мүмкіндік береді деп қосты вице-министр. Жаһан жаңалықтары. Ресей президенті енді ғана әскерге шақырылған сарбаздарды Украинаға соғысқа жібергендерді жазалауды тапсырды. Путиннің бұйрығымен бас әскери прокуратураға президент тапсырмасын орындамаған лауазымды тұлғалардың әрекетін құқықтық жағынан бағалау бойынша тиісті материалдар жіберілген. Бұл туралы Кремль өкілі Дмитрий Песков хабарлады. Бұған дейін Ресей қорғаныс министрлігі әскери бөлімшелердің біріне диверсиялық топ тарапына шабуыл жасалып, бірнеше сарбаздың тұтқынға түскенін хабарлаған еді. Қазір оларды босату бойынша шаралар қабылданып жатыр делінген хабарламада. Ғаламтор парақшасынан. Премьер-министрдің баспасөз қызмет өкілдері Қазақстан Украинаға қандай гуманитарлық көмек көрсететінін айтты. Ведомство гуманитарлық қызмет Қазақстанның сыртқы саяси стратегиясының маңызды бағыты екенін атап өтті. Қасым-Жомарт Тоқаев Украина халқына шұғыл гуманитарлық көмек көрсету жөніндегі нақты тапсырмалар берді. Украинаға жалпы құны $2,251,445 болатын 25 дәрі-дәрмек түрінен партия бөлу туралы шешім қабылданды. Гуманитарлық көмектің салмағы 82 тонна. Бүгінде бұл жүкті межелі жерге жеткізу мәселесі пысықталып жатыр делінген жауапта. Украина аумағына жүктерді жеткізу қауіпсіздік жағынан қиын. Осыған байланысты Қазақстан хабтар орналастырылған көрші мемлекеттермен келіседі делінген хабарламада.